Сәлеметсіз бе? Бүгін моңғолдар әлемдік империяны қалай құрғанын анықтаймыз. Ол үшін Моңғол империясының құрылу тарихы, Шыңғыс хан және жаулап алу жорықтары, моңғолдар әскерінің ерекшелігін қарастырамыз. 10-12 ғасырларда Еуразия даласында моңғол тайпалары Меркіт, Татар, Найман, Керейет, Жалайыр тайпалары өмір сүрді. Біртұтас моңғол мемлекетінің құрылуы Темужиннің атымен байланысты. Боржігін тайпасының көсемі болған Есугей батырдың үлкен ұлы Темужин бытырап кеткен моңғол тайпаларын біріктіре алды. Темужин жастайынан өте қайратты және өжет болып өседі. Әкесі Есугей батыр қайтыс болғаннан кейін Темужин анасы және бауырларымен бірге көп қиындық көрді. Әкесінің нөкерлері мен руластары бұлардан бөлініп кетті. Темужин бала күннен әуелі отбасын асырау үшін, кейін нөкерлер мен туыстарын қайтару үшін көп күш жұмсады. Ол 1183-1204 жылдары Татар, Меркіт, Керейет, Найман тайпаларын басып алып, хандық аумағын кеңейте түсті. 1206 жылы Анон өзенінің бойында өткен құрылтайда моңғол және түркі тайпалары Темужинді Шыңғыс хан деген атпен ұлы хан етіп көтерді. Шыңғыс хан құрған ұлы моғол мемлекетінің аумағы оңтүстігінде ұлы Қытай қабырғасынан, солтүстігінде Селенга өзені дейін, шығысында Хинган қыратынан, батысында Алтай тауына дейін созылды. Шыңғыс хан саяси жорықтарын жалғастырады. 1211 жылы Сібір буряттарын, 1215 жылы Қытай астанасы Пекин қаласын, 1219-1221 жылы Орта Азия қалаларын жаулап алады. Шыңғыс хан жүргізген соғыстардың жеңіске жету себептері қандай деген сұрақ туындайды. Моңғол мемлекетінің саяси құрылымына тоқталатын болсақ, ең жоғарғы әміршісі ұлы хан саналды. Ұлы хан мемлекет басшысы ретінде әскери заң шығаруға және әкімшілік билік жүргізуге құқылы болды. Моңғол империясының саяси өмірінде Шыңғыс хан ұрпақтарының жалпы империялық жиналысы құрылтай өте маңызды рөл атқарды. Аймақтарды басқару үшін дарғы бектер, тамғаш және басқақтар тағайындалды. Яса, жазбаша құқықтық нормалар мен заң ережелері. Яса моңғолша жасақ, құқық, салық деген мағына береді. Алғаш рет моңғолдардың құрылтайында 1206 жылы оқылған. Бұл заңды зерттеуші ғалымдар оны 5 бөлімнен тұрған деп болжайды. Қылмыс, оған берілетін жаза. Екінші, соғыс, әскери жасақ. Үшінші, отбасы және неке. Төртінші, мақтау. Бесінші, салт дәстүр және ырым. Яса заңы бойынша жылқыны ұрлаған адам дарға асылды, немесе денесін екіге бөлді. Яса заңында әскери тәртіп қатаң болды. Әрбір ер адам әскерде болу міндетті. Әскер түмен, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық қатардан тұрды. Әскерді басқарушы ханның бұйрығын орындамаса, өлім жазасына кесілді. Соғыс алаңын тастап кеткендердің бас алынды. Сонымен, моңғолдардың шайқаста жеңіске жету себебі ол әскери өнердің озық болуы. Моңғол әскерінің негізгі түрі атты әскер болатын. Олар ауыр және жеңіл деп екіге бөлінді. Ауыр атты әскер қарсыластардың басты күштерімен ұрыс жүргізген, ал жеңіл атты әскер қарауылдық және барлау қызметтерін атқарған. Әскердің бұл түрі кенеттен ұрыс бастап, садақтан оқ жаудырған. Моңғолдардың негізгі қаруы садақ еді. Әрбір жауынгер бірнеше садақ пен жебе толы қорамсақ, ат үстіндегі жауды іліп түсіру үшін темір қармақты басы бар найза, қайқы қылыш алып жүрген. Моңғолдар қарсыласын жеңу үшін оның күшін бұдыратып, жеке-жеке жою әдісін ұтымды қолданды. Тосқауыл кенеттен шабуыл жасау әдісі, шегіну арқылы жауды соңына ертіп қайта шабуылға шығу әдісін жиі пайдаланды. Толық жеңіске жету үшін соңынан қуып барып жойып отырды. Моңғол әскері қала қорғандарды алу мақсатында Қытай инженерлері жасаған әскери құрылғы катапультаны пайдаланды. Катапульта тастарды алысқа лақтыру құралы. Ағаш қабырғаларын мұнай қоспа арқылы өртесе, тас қабырғаларды оқ дәрімен жарған.
Шыңғыс хан 1227 жылы Таңғұт мемлекетіне қарсы жорық кезінде қайтыс болады. Шыңғыс хан тірі кезінде Моңғол империясын ұлдарының арасында ұлыстарға бөлді. Жошы ұлысы Батыс Сібір, Дешті Қыпшақ және Хорезм аумағы, Шағатай ұлысы орталық Азия аумағы, Үгедей ұлысы қазіргі Батыс Моңғолия, Шығыс Түркістан мен оңтүстік-шығыс Қазақстан аумағы, Төле ұлысы Моңғолияның ата-бабадан қалған жері еді. Моңғолдар жаугершілік жорықтарын Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін де жалғастырды.